Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану пәні 2-ші сынып 3-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өсімдік тіршілігіндегі маусымдық өзгерістер. Қайталауға арналған сұрақтар. Ботаника ғылымы нені зерттейді? Өсімдіктерді зерттейді. Өсімдіктерді қандай топтарға бөледі? Өсімдіктердің тіршілік ортасына қарай жылу сүйгіш, көлеңке сүйгіш, суыққа төзімді, ылғал сүйгіш өсімдіктер, тағы да басқа түрлері бар. Жарық сүйгіш қандай өсімдіктерді білесің? Жол желкен, мақта, қызғалдақ. Құрғақшылыққа төзімді өсімдіктердің тіршілік ортасын ата. Олардың тіршілік ортасы шөл-шөлейт, оларға сексеуіл шоғайына жатады. Әрбір жыл мезгілі өсімдіктердің тіршілігіне өзгеріс әкеледі. Қыста өсімдіктер ұйқыға кетеді. Алдымен ағаш, бұта, шөп қолайсыз ауа райына дайындала бастайды. Ағаштың жапырақтары түседі. Діңінің қабығы қалыңдап, қатаяды. Бүршіктің сыртын қалың, тығыз қабыршақ қаптайды. Шөптесін өсімдіктердің жер үсті бөлігі қурап кетеді, ал тамыры жердің астында қыстайды. Өсімдіктердің өсуі арқылы ауа райының өзгеруіне байланысты жылдам, кейде баяу жүреді. Қазақстанның климаттық жағдайында өсімдіктер көктем мен жазда жақсы өсіп жетіледі. Күзде жарық пен жылудың азаюынан олардың өсуі баяулайды. Ағаштар мен бұталардың жапырақтары түсін өзгертіп, жерге түсе бастайды. Шөптесін өсімдіктердің де жапырағы қурап түседі, немесе сабағында қалады. Қыста өсімдіктер тыныш күй кешеді. Бұл қыстағы жеміс ағашы. Бұл бүршіктің ішіндегі жапырақ пен гүл жасырынғанын көрсетіп тұр. Келісімен бүршік атып, жапырақтар мен гүл пайда болады. Көктемде күн жылуына байланысты табиғат жандана түседі. Ағаштардың діңі мен сабағына шырын тарала бастайды. Жапырақтар жайып, жеміс ағаштары бүршік атып гүлдейді. Терек пен өрік ағашына назар аударайық. Алдымен не пайда болады? Терек пен өрік ағашында алғашында гүл пайда болады. Тал мен шиеде бірінші жапырақ, одан кейін гүл пайда болады. Мен жұмыс бұл жерде сөйлемдерді толықтырып жазу керек. Қыста демалады. Көктемде өсімдіктер жанданады және олардың бойымен шырын таралады. Жаз бұл өсімдіктердің өсу үшін ең қолайлы мезгіл. Жапырақтар күзде сарғаяды. Топпен жұмыс. Бұл жерде топтар жыл мезгілі берілген, жыл мезгілдеріне қарай оқушылар топтасады. Сол жыл мезгілі туралы өздерінің білетіндерін жазып шығады. Кестені толтыру. Маусым өсімдіктердегі өзгерістер. Көктемде жапырақтардың пайда болуы, гүлденуі, жазда жемістердің пісуі, өсу процесі, күзде жапырақтардың түсуі, сарғаю, қыста өсімдіктердің ұйқыға кетуі, өсуінің тоқтауы. Барлық жапырақты өсімдік жапырақсыз қыстап шығады. Сағыз қарағай қылқан жапырақты өсімдік, бірақ жапырақтары түседі. Қылқан жапырақты өсімдікті мәңгі жасыл деп атайды. Ерте гүлдейтін шөп, өгей шөп, ол қар ерісімен егістіктердің шеттеріне шыға бастайды. Көктемнің жылы гүлдерінде гүлдейді, бірақ аспанда бұлт көрінсе, гүлдерін жауып алады. Жазда орманда жидектер көп болады. Оларды жарық жерден табуға болады. Қарағайлы орманда қара жидек пен ит мұрын көп болады. Жаз бойы өсімдіктердің жапырақтары жасыл болады. Алғашқы суықтықтан бастап өңін жоғалтады. Қайың мен жөке сарғаяды. Еменнің жапырақтары сары қоңырға айналады. Үйге тапсырма. Табиғат жылдың барлық мезгілінде әсем, әсіресе күзде құлпырып кетеді. Үйден күздің сұлу бейнесінің суретін салып, оны фотосуретке түсіріп, сақтап қой. Өзің тауып кептірген кәдімгі өсімдікті де сақта. Кеппе шөп жасау арқылы туған өлкеңнің өсімдіктері туралы көбірек мәлімет аласың. Міне балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына
тіркелуді ұмытпаңыздар.